Мирас Кесебаев, тәкаппарлық. Көп қабатты үйге кірдім. Дала суық болатын. Есік ашық тұр екен. Кіргенім сол еді. Іште лифттің жанында тұрған әйел, есікті жапсайшы, деп айқайлады. Бірден ыстығым көтеріліп қоя берді. Керек пе, өзіңіз жауап алыңыз. Мен ашып кеткен жоқпын, деп жауап қайтардым. Әрине, ішімнен. Ашуымды жұтып, кері қайтып, есікті жауып келдім. Келе жатып ойландым. Жаңағы не деген тәкаппарлық дауыс. Осылай ұстап алмасаң, тәкаппарлық бірте-бірте дендеп ене бастайды. Тәкаппарлық ең жаман мінездің бірі. Тәкаппарланған адам ешкімді ұнатпайды. Сұлу адамның өзі жиіркенішті етіп жібереді. Егер мінезіңізден осыны байқасаңыз, алдымен осыдан құтылуды ойлаңыз. Тәкаппарлық қалай байқалады? Мен одан артықпын. Мен одан көп білемін. Қыстырмай әрі жүрсе. Менде iPhone, ал онда Samsung J1. Неге маған сөз бермейсің? Менің кім екенімді білесің бе? Мен Казгу бітіргенмін, ал ол Тұран ба, Қыран ба, сондай бірдеңе оқыған. Мені шақырғанда неге атақ дәрежемді түгел айтпайсыңдар? Көзіне қарап жүрсейші. Анау басыңдағы көз бе, без бе? Мен Toyota Camry мініп жүрмін, ал ол Mitsubishi Grand. Мен Мегадағы қымбат бутиктерден киінемін, ал оныкі барахолканың арзан шүберектері. Өзім естіген сөздердің ең сорақысы, ертең Құдайдың алдына барғанда көзіне тіке қарап айтам. Мен балаларға ертегі жазып, кітап шығардым. Маған не істей аласың? Осындай ой басыңызға келсе, осындай сөз тіліңізден шығатын болса, онда сіз тәкаппарлықтың дәні бар сіздің бойыңызда. Адам кеудесін керіп тәкаппарланғанмен, бойы таудан биіктеп кетпейді. Жер тепкілеп өзін дәлелдегісі келгенмен, жерді тесіп шыға алмайды. Рамазан айында тәкаппарлықты жеңуге әбден мүмкіндік бар. Ол үшін әрбір сөзіңізді, ойыңызды аңдыңыз. Балықшылар су бетіндегі қылытқыдан көз алмай қарап отырады. Балық сәл түртсе, қармақты мықтап ұстаған күйі дайын тұрады. Қармаққа ілінсе болды, іліп алып, су бетіне алып шығады. Сол секілді сіз де байқампаз болыңыз. Тіпті әр келген ойды, айтқан сөзіңізді қағазға жазып алсаңыз болады. Бұрынғы кездерде тәкаппарлықты емдеу үшін шәкіртті базарда тіленші, қайыршы қылады екен. Себебі тәкаппарлық деген ауру. Бұл ауруды қорлықпен емдейді екен. Ал қорлықтың ең үлкені қайыршы болу. Тіленші болған соң, өткен кеткен әр адамнан тіленіп бір нәрсе сұрайды. Ішіндегі тәкаппарлық әбден қорланып, бір деңгейге түседі. Бұған мықты төзім керек. Ескерте кететін нәрсе, тәкаппарлықты жеңсеңіз, бірден кішіпейіл боп кетпейсіз. Тәкаппарлықтан құтылу бар және кішіпейіл болуды үйрену бар. Сондықтан менмендігіңізді жеңсеңіз, кішіпейіл болуды жаңа мақсат етіңіз. Каналыма қош келдіңіз, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Рахмет тыңдағаныңызға.